Қазір біз лечоға заготовка жасаймыз. Ол үшін осы туралған помидорларды мына мясорубкадан тартамын. Міне, осылай бәрін тез тартып жібереміз. Дұрыстап тұрып. Содан кейін қарасам ыдыстар толғапты. Осы ыдыстарды жуамын. Сосын мен тартқан помидорым, енді мына пиязды тураймыз. Одан бұрын мына жерді жинап тастау керек. Мусорлардың бәрін дұрыстап тұрып жинап, мусорный шелекке лақтырамыз. Біздің шелегіміз мына жерде өстіп төбеге шығып кеткен. Менің балам мусор ақтара берген соң, осылай төбеге апарып тастадық, бой жетпейтіндей. Міне пиязымыз дайын, осы дайын пиязды біз қазір тураймыз. Пышағымды алып, серьезный түрмен осылай пиязды турап отырмын. Неге серьезный? Өйткені көзім ашып, сарымсақты білесіздер ғой, адамды жылатып тұрып, осылай турап отырған ғой. Пачақ-пачағын шығарып тұрып, до конца пиязды турап тастадым. Содан кейін міне бұрышты қараңыздар, бәрі бұзылып барады екен. Осы бұрышты дұрыстап тұрып жуып, тазалап, осылай ғып шығарды. Осы бұрышты да тураймыз. Содан кейін міне ең главный ингредиент пияз, помидор, бұрыш. Осы үшеуіне специяларды, майын, қантын, тұзын бәрін қосып, осындай лечо жасаймыз.